Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін күріш суының адам ағзасына және де дене бітіміне қандай пайдасы бар екенін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күріш суының денсаулыққа пайдасы. Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындарды кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзатып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басасыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді. Артериялық қысымды ретке келтіреді. Оба ауруын алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Қазіргі таңда Кореядағы ең атақты сұлу болудың тәсілі ол күріш суы. Күріш суы арқылы теріні тазарту. Күріш суы В, С, Е дәрумендерінен және минералдардан тұрады. Бұл құрам теріні жұмсартады және ашық қылады. Сондай-ақ бұл құрам арқылы күннен теріні қорғауға болады. Сонымен күріш суын қалай дайындауға болатын туралы атақты рецепті ұсынамын. Теріні тазарту үшін алдымен ақ күріш пен кәдімгі су қажет. Шаң, кірден тазартып алу үшін 1 кесе ақ күрішті жуып алыңыз. Тазартылған күрішті жылтыр эмальданған табаққа салып, 15 минутқа қойып қойыңыз. Бұл уақытта минералдар мен дәрумендер суға сіңеді. 15 минут өткен соң суды шыны сауытқа құйып алыңыз. Ал күрішті тастамаңыз. Кейін тамақ жасасаңыз болады күріштен. Құйылып алған күріш суымен бетіңізді жуыңыз және 1 минут бетіңізді жеңіл уқалаңыз. Бір рет жасағанның өзінде нәтижесін байқауға болады. Бұл күріш суын герметикалық контейнерге мұздатқышқа 5 күннен асырмай сақтау керек. Шашқа арналған күріш суы. Күріш суы сіздің шашыңызға да пайдалы. Егер де осы күріш суымен шашыңызды жуатын болсаңыз, шашыңыздың жұмсақтығы мен жылтырау нәтижесіне қол жеткізесіз. Арықтау үшін күріш суын пайдалану. Егер де күріш суын арықтау үшін пайдаланатын болсаңыз, онда күріш суын басқаша дайындауға тура келеді. Ол үшін сізге күріш қайнатындысы керек. Сондай-ақ күрішті қайнату кезінде суды алдыңғыға қарағанда көбірек құю керек. Дайын болған күріш қайнатындысы осы сізге керегі. Бұл ең оңай жолы. Арықтау үшін күріш қайнатындысын таңғы асқа ішу керек. Ол үшін 1 тостаған күрішті 3-4 тостаған суға салыңыз. Түнге жақын дайындау керек. Газ плитасына жай ашық отқа 2-3 сағатқа қойыңыз. Дайын қайнатындыны 1 күн ішінде ішу керек. Тұз қосуға да болады. Кез келген тағам кем дегенде 650 калориялы болса, күріш қайнатындысы бар жоғы 150 калориялы. Бұндай калория арқылы сіз бір аптада 1 килограмм оңай тастайсыз. Осындай оңай тәсілдер бірақ пайдасы жетіп артылады. Осындай жеңіл жолмен арықтап та шаш өсірсеңіз де, беттеріңізді күтсеңіздер де болады. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.